Сәлеметсіз бе? Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Мен бүгін сіздердің ең жиі қойылатын сұрақтарыңызға толық жауап бермекшімін. Яғни, маған домбыраның құлағын қалай дұрыстау керек, домбыраның құлақ күйін қандай нотаға келтіреміз деген сұрақтар өте жиі қойылады. Сол сұрақтарға бүгін осы видеода толық жауап алатын боласыздар. Яғни, домбыраның құлақ күйін ең оңай екі жолмен дұрыстауды толық үйретемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Кез келген домбыраның құлағын дұрыстаған кезде ең бірінші болып біз мына тиекке мән беруіміз керек. Егер тиек қисайып тұрса, немесе тиек өзінің орнынан тым төменге түсіп кетсе, немесе жоғары қарай көтеріліп кетсе, онда домбыраның құлағын қанша тырысып дұрыстасаңыз да ол бәрібір дұрысталмайды. Сондықтан ең бірінші біз тиекке мән беруіміз керек. Мысалы, қазір менің тиегімнің орны жылыста, міне ізі тұр. Бір орында қатып тұрады үнемі тиегі. Соны қайтадан орнына әкелеміз. Қазір домбыраның құлағы дұрыс тұр. Ал енді оны біз қайтадан жоғары ойығына қарай жақындатып қойсақ, жаңағыдан дауысы байқап отырсаңыз, жіңішке болып кетті. Ал енді тиегі қайтадан керісінше төменге түсіріп тастасаңыздар, дауысы жуандап кетті. Яғни жаңағы нотадан мүлде басқа жаққа кетіп қалды дауысы. Сондықтан ең бірінші болып тиектің дұрыс орналасуына мән беріңіз. Ол бұлай қисайып та тұрмау керек. Тек түзу бір орында осылай тұру керек. Және тиектің дұрыс тұрғанын тексеру үшін біз ең бірінші мына астыңғы ішектегі ноталарға келемізде, кез келгенін былай басып көреміз, тартып көреміз. Бір программаны қосқан кезде анық бір нота шығу керек. Мысалы, си шығу керек мынадан соль шығу керек. Анық, ешқандай стрелка басқа жаққа кетпеу керек, басқа нота шығып кетпеу керек деген сияқты. Бір анық нота шықса, онда біздің тиегіміз орнында дұрыс тұр деген сөз. Біріншісін үйренуді бастамай тұрып, мынаны біле кетіңіз. Мен сіздерге үйреткен кезде, домбыраны, әндерді үйреткен кезде сандық нотамен үйретемін. Ешқандай нота жаттап әуре болмайсыз деп, мынау бірінші перне, мынау төртінші перне деген сияқты үйретемін. Ал домбыраның құлағын дұрыстаған кезде бізге сандық нота емес, шын ноталар, яғни жаңағы 7 до ре ми деген ноталарымыз керек болады. Сол бойынша дұрыстаймыз. Ендеше ең бірінші әдіске көшейік. Ол біздің ең оңай әдіс, яғни программа арқылы дұрыстау. Мен мына көптеген программа бар негізінде. Әртүрлі нотаға гитара дұрыстайтын менде дұрыстасаңыз болады, домбыра арнайы дұрыстайтын программалар да бар. Бірақ соның ішінде өзім ең көп қолданатын және өте оңай түсінікті деп тапқан бір программа бар. Яғни мына тюнер домбыра и метроном деген программаны қолданамын. Және осының ішіне кіргеннен кейін осындай болып тұрады. Бірінші телефоныңызға міндетті түрде жүктеп аласыз. Одан кейін мына тюнер деген жоғарыдағы сөзді басамыз. Сосын мінекей бірден сізге осындай ноталар шыға келеді. Яғни бірден си, ми деген ноталар шығып тұр, си, ля деген сияқты. Бұл программа арқылы қалай дұрыстаймыз? Мысалы, менің қазір домбырамның құлағы дұрыс тұр, негізінде сольға дұрысталып тұр. Енді біз осы домбыраның құлағын ляға келтіріп көрейік. Ляға келтіру үшін домбыраның құлағын тартамыз. Тек қана астыңғы ішек тартып тұрмын. Мұқият қараңыз, астыңғы құлақты, ішектің осы құлағын бұраймыз. Былай. Босататын кезде ішекті жібереміз, ал тартатын кезде керісінше осылай ішекті бұрай береміз, тарта береміз. Қатты тартып жіберіппін. Ляға дұрыстадық астыңғы ішекті. Үстіңгі ішекті осыған сай қылып, миға дұрыстаймыз. Неге? Тек қана үстіңгі ішекті бұрадым, үстіңгі ішектің құлағын, сосын үстіңгі ішек тарттым, сонымен миға дұрыстадым. Негізінде басында программаны бірден қолданып кету қиын, себебі
қашан қалай істесе, қайда қарай стрелка жүріп жатқанын, соның бәрін үйреніп алу керек. Бірінші домбыраның құлағын қайта бұзып, қайтадан дұрыстап, солай үйреніп көрсеңіз болады. Өте оңай, түсінікті программа негізінде. Осындай ноталар анық жазылып тұр барлығы. Ал домбыраның құлағын дұрыстаудың екінші әдісі ол әрине слухпен дұрыстау. Негізінде оны домбыраны жақсы тартатын және де слухы мықты, дарыны бар, домбырамен көп айналысатын, домбыраның дауысын құлағына жақсы сіңген сондай адамдар слухпен дұрыстай береді, яғни ешқандай программаны олар қажет етпейді. Сіз егер домбыраның дауысын слухпен дұрыстай алмайтын болсаңыз, қазір сізге оны үйретемін. Үйренудің ең оңай жолдарын айта кетейін. Мен өзім мысалы бірден слухым мықты болып үйірмеге барған кезде, слухым мықты болып домбыраның құлағын дұрыстауды бірден үйреніп кеткен жоқпын. Оның барлығын қайта өзім дұрыстауға тырыса бергеннен кейін, солай қазір дұрыстай аламын. Сіздерге де соны үйретемін. Ең біріншісі ол мына программа арқылы астыңғы нотаны дұрыстап аламыз. Бірінші астыңғы шекті. Қазір мынау ляға келіп тұр екен. Ал енді слухымызды жақсарту үшін енді домбыраны телефонды қолданбаймыз. Үстіңгі ішекті біз өзіміз дұрыстаймыз. Яғни астыңғы шек ляға келіп тұрған соң, оған сәйкес біз үстіңгі шекті миға дұрыстаймыз. Оны дұрыстау үшін екі шекті бірге қосып тартамыз. Қазір байқап отырсаңыз дұрыс емес болып тұр. Соны біз өзіміз мысалы енді сәйкес келген сияқты. Оны тексеру үшін әрине бір ән тартып көресіз, кез келген. Егер ән сіздің ойыңыздағыдай құлаққа жағымды болып шығып тұрса, онда сіз дұрыстай алдыңыз деген үміттемін. Осымен сіз сосын өзіңіздің дұрыстағаныңызды тексеру үшін қайтадан мына программаны ашып, үстіңгі ішекті миға сәйкес келді ме, соны көре аласыз. Мінекей біздің үстіңгі ішегіміз миға тура сәйкес келді. Енді біз яғни дұрыстай алдық деген сөз астыңғы ішек, үстіңгі ішек ми. Осылай жаймен үйрене бастайсыз. Екі ішекті бірден слухпен дұрыстауға қиналсаңыз, тек бір ішекті дұрыстап алып, содан соң екінші ішекті соған сай өзіңіз бұрап көріп, сосын программамен сәйкес келеді ме дұрыстап қайтадан тексеріп, солай қайта жаттығып үйренсеңіз болады. Бұл бірінші әдіс. Және слухыңызды жақсартудың тағы бір әдісі, егер домбыра тарталатын танысыңыз, жақыныңыз болса, сол кісіден домбыраның дұрыстауды өтініп, одан соң қайтадан бұзып, қайтадан дұрыстап көрсеңіз, ол кісі сізге дұрыс істедіңіз немесе қате істегеніңізді айтса да болады. Және де мен мысалы өзім ұстазымнан үйренген болатынмын. Ол кісі басқа балалардың домбырасын дұрыстап жатқан кезде мен қасында тұрып өзімдікін дұрыстап деген сияқты. Осылай басқа адамдар арқылы да үйренсеңіз болады. Ал енді ең соңғы үшінші әдіске де келдік. Слухымызды жақсартудың ең оңай жолдарының бірі ол бірінші жаңағыдай программаға сәйкес біз астыңғы ішекті дұрыстап аламыз. Қазір мынау ляда тұр, одан соң сәл ғана босатамыз. Мінекей босаттым. Енді жаңағыдан өзгерді дауысы. Енді дәл жаңағы ляға өзіміз құлағымызбен жаттап аламыз сол дыбысты бірінші, содан соң соған қайтадан орнына әкелуге тырысамыз. Сол кезде біз программамызды өшіріп өзіміз дұрыстап көреміз. Бір алдымен енді қайтадан сол ляға келтіре алдық па, тексеріп көреміз. Мінекей ля нотасына қайтадан орнына алып келдік. Дәл солай мына ішекті бірінші дұрыстап алып, сол дыбысты құлағыңызбен жаттап алып, одан кейін басқа босатып немесе тартып, одан соң қайтадан сол дыбысқа орнына алып кеп, сол нотаға солай да үйренсеңіз болады. Жалпы осы екі әдісті ұсынамын. Ең оңайы осы программа арқылы дұрыстау. Одан соң тек программаға сүйеніп, соған ғана сеніп жүре бермей, осылай слухыңызды өзіңіз жақсартып үйренсеңіз де болады. Слухпен негізінде кез келген жерде домбыраны мысалы біреу сізге беріп домбыра тартасың ба деп
басқа домбыраны, өзіңіздің домбыраңыз емес басқа домбыраны беріп қойса, сол кезде бірден дұрыстап кету үшін ешқандай программаны ашпай өзіңіз слухпен дұрыстасаңыз бәрібір ол керемет болады. Сондықтан мына мен көрсеткен жаттығуларды жасап көріп, сонымен слухыңызды оятып, слухпен домбыраның құлағын дұрыстауды үйрене аласыз деген үміттемін. Домбыраның құлағын өз даусыңызға қалай дұрыстаймыз? Ең маңыздысы негізінде осы, көп адам осыны сұрайды. Әркімнің даусы әртүрлі. Мысалы, менің даусым не қатты жіңішке де емес, қатты жуан да емес. Сондықтан мен үнемі ля бемоль және ми бемоль деген ноталарға дұрыстаймын. Жаңағы программа арқылы дұрыстасаңыздар да болады. Және де сіздерге ұсынатын осы көп адамның даусына негізінде сәйкес келеді. Төменгі ішек ля бемоль, ал үстіңгі ішек ми бемоль болады. Соған сай дұрыстасаңыз болады. Және екінші ұсынатын нотам ол ляның өзі, астыңғы ішек нағыз ля, ал үстіңгі ішек ми. Таза ми болады. Оны көбінесе мен мысалы жоғары жақта осылай домбыраның тек қана жоғары жағын тарту арқылы ойналатын әуендер болады. Соны айтқан кезде осы ля ми ноталарына дұрыстаймын. Және ең соңғы ұсынатыным ол әрине негізінде көбінесе күйді осы ноталармен тартады. Және әнді айтқан кезде кейбір әндер, мысалы Шәмшінің әндері, Абай әндері төменгі мына ноталарға ойналады, айқайлап айту керек болады. Қиын, даусымыз, тамағымыз қысылып, домбыраға даусымыз жетпей кетеді, домбыраның даусы қатты жіңішке болып кетеді бір кездері. Сол кезде өзгерт, сәл ғана домбыраның даусын біз жуандатуымыз керек. Сол жуан нота ретінде мен сіздерге астыңғы ішек соль, ал үстіңгі ішек ре қылып ұсынамын. Яғни астыңғы ішекті сольға дұрыстаймыз, ал үстіңгі ішекті реге дұрыстаймыз. Осылай құлағын дұрыстап алсаңыздар болады. Мен ұсынатын 3 нота осы. Өз даусыңызға сай келетін нотаны арасынан таңдап алсаңыз болады. Әр әнде, әр басқа, мысалы жаңа айтқандай жоғары жақта ойналатын әуендерде домбыраның даусын жіңішке қыла берсеңіз болады. Егер жуан қылып жіберсеңіз, сіз де даусыңызды қалай жуан қылып айтып тұрғаныңызды өзіңіз де байқамай қаласыз кейде. Ал жіңішке қылып айтатын болсаңыздар, төменгі ноталарға баратын әндерде жіңішке қылып айтпаңыздар, өз дауыстарыңызға сай жуан қылып айтсаңыздар, сонда еркін астына түскен кезде, айқайлаған кезде еркін айта аласыздар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ұсынатын осы 3 нотаны, 3 құлақтың дұрыстау ретін сіздерге төменге де қалдырамын, және телеграмға да міндетті түрде каналыма да салып қоямын. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді осы видеодан кейін домбыраның құлағын дұрыстаудан қиналмайсыздар деген үміттемін. Егер өзіңіздің тағы да ұсынатын домбыраның құлағын мен былай дұрыстаймын деген сияқты басқа жолдарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіз. Және ең бастысы менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Барлығы сіздер үшін менің мақсатым қазақтың ұлттық өнерін, домбырасын қайта жаңғырту, ұмытылып бара жатқан халық әндер, дәстүрлі әндер, керемет ескі әндерді домбырада адамдарға үйрету, барлығы тегін, оңай, түсінікті. Сондықтан менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Домбыраңыздың құлағын осылай дұрыстап жүрсеңіз болады. Сіздер үшін арнайы осы сұраққа жауап беру үшін видео шығарып отырмын. Ұнады деген үміттемін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.